Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Барлықтарыңа бүгінгі күнге сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастайық. Барлықтарың ортақ тақырыптарың ғарыш болғандықтан, ғаламшар құпиялары жайлы білімдеріңді тереңірек жетілдірейік. Ал енді бүгінгі сабақтың тақырыбы сан, есім және ғаламшар құпиялары. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұны бойынша шешім табуға арналған сұрақтар құруға үйренесіңдер және оларға жауап бересіңдер. Сан есім туралы білімдеріңді жетілдіресіңдер. Ал енді қазір сабағымыздың бастапқы бөлімін бастайық. Ал қалай ойлайсыңдар балалар? Қандай ғаламшар ең үлкен? Әрине, экран алдындағы барлық балалар сұраққа бірден дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Бірақ та қандай ғаламшар ең үлкен екені туралы мына бір мәтінді бәріміз бірге оқиық. Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне жер сияқты 1300 ғаламшар сыйып кетеді. Көлеміне қарамастан, ол ең жылдам айналатын планета. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп те аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шарына ұқсайды. Ал енді балалар, мәтін бойынша жұмыс жасайық. Неге, неліктен сұрақтарымен шешім табуға бағытталған сұраулы сөйлемдер құрастырыңдар. Қанекей бәріміз бірге құрастырайық. Ал мен балалар, мынандай сұрақтар құрастырдым. Неліктен 4 ғаламшарды газды алып деп атайды? Неге бұл ғаламшарды Юпитер деп атаған? Ал енді барлығымыз келесі грамматикалық тақырыпқа көшейік. Бүгінгі тақырыбымыз сан есім. Экран алдындағы барлық балалардың сан есім туралы білімдері жетерлік деп ойлаймын. Сонымен қатар сендерге бір бейнебаян қарауға ұсынамын. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-ші. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы,
нші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Ал құрметті балалар, менің бүгін сендерге әкелген ойыным бар. Ал енді бәріміз бірігіп, осы ойындарды ойнайық. Ақ, қызыл, жасыл деген сөздер сан есімге жатады. Дұрыс па? Әрине, дұрыс емес. 19-8 сан есімдер нешінші деген сұраққа жауап береді. Әрине, дұрыс емес. Фильм сан есім сөз табы туралы. Солай болды ма? Әрине, дұрыс. Заттың санын, ретін білдіретін сөздер сын есімге жатады. Әрине, дұрыс емес. Балалар, мен сендерге ойын ұнады деп ойлаймын. Ұнаса, келесі ойынымызды бастайық. 1, 3, 10-шы, 5. Қай сөз артық? Әрине, 10-шы. 8, 10, 9, 1-шы. Әрине, 1-шы. 7, 3-шы, 4, 2. Барлықтарың біліп отырған шығарсыңдар, әрине, 3-шы. 6-шы, 6, 5, 8. Әрине, 6-шы. 90, 100, 30-шы, 6. Әрине, 30-шы. Керемет, барлықтарың дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Бейнефильмді, ойындарды мұқият тыңдасаңдар, тест тапсырып көрейік. Ал бастайық. Бейнефильм қай сөз табы туралы? Әрине, сан есім. Сан есімдерді тап. Әрине, 5, 20. Бірыңғай реттік сан есімдерден тұратын қатарды тап. 2-ші, 4-ші, 6-ші. 19-8 саны сан есімдеріне сұрақ қой. Әрине, неше? Нешінші сұрағының жауабын тап. Әрине, 20-шы. Сан есім дегеніміз не? Заттың санын, ретін білдіретін сөздер. Сан есім қандай сұрақтарға жауап береді? Әрине, қанша, неше, нешінші. Сан есім қай сөз табымен байланысады? Әрине, зат есіммен. Есептік сан есімдерді тап. 5, 7, 9. Реттік сан есімдердің сұрағын тап. Әрине, нешінші. Барлық балалар, барлық сұрақтарға мүдірмей жауап берді деп ойлаймын. Құрметті балалар, барлықтарыңа ойын өте ұнады деп ойлаймын. Ал енді бәріміз бірге әдеттегідей мақал айтып үйренейік. Мақалды толық оқып, оның ішіндегі сан есімдерді бірге табайық. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Әрине, 100, 1000 сан есімдер барлықтарың бірдей дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Жігітке 7 өнерде аз. Әрине, 7. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық саулық. Барлықтарың бірден таптыңдар деген ойдамын. Әрине, бірінші, екінші, үшінші. Ал енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыз соңына таяп кел жатыр. Барлықтарыңа денсаулық, ақжаулық және саулық тілеймін. Ал құрметті оқушылар, әдеттегідей өз-өзімізді бір бағалайық. Егер
мәтін бойынша сұрақтар құра алсаңдар, өте жақсы. Құраған сұрақтарыңа жауап бере алсаңдар, одан да жақсы. Сан есімдерді білсеңдер, оған да 1 ұпай. Сөйлемдегі сан есімдерді таба алсаңдар, тіптен жақсы. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.